Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай жұмсақ болып шығатын қазанның қақпағында тандыр нан жасайтын боламыз. 1 стакан жылы суымызға қантымызды, 1 қасық ашытқымызды салып, жақсылап араластырып, бетін осындай пакетикпен жауып қоямыз 10-15 минутқа. 10-15 минуттан кейін осылай бетін ашып пайдалана береміз. Ұн салынған ыдысымызға тұзымызды салып, қолымызбен араластырып жіберіп, дайындап қойған стакандағы суымызбен жақсылап қамыр илейтін боламыз. Стакандағы суымыздың барлығын бірден құйып жібермейміз, осылай бөліп-бөліп құйғандарыңыз жақсы. Дайын болған қамырымызға осындай сұйық майымызды құйып, қолымызбен тағы да қамырымызды илеп жібереміз. Дайын болған қамырымыздың бетін пакетикпен жауып, ашқанша қойып қоямыз. Осылай көтерілген қамырымызды ыдысымыздан шығарып, 2 бөлікке бөліп алатын боламыз. Екі бөлікке бөлінген қамырымыздың бетін тағы да пакетикпен жауып, тындырып қоямыз. 15-20 минут тұрған қамырымызды енді нан формасына келтіріп жасай беретін боламыз. Осылай 2 қолдың көмегімен ортасын басып, шетіне қарай жаямыз. Нанымыз әдемі болып көріну үшін осылай вилкамен орталарына узор салып шығамыз. Қамырымызды осылай дайындап қойып аламыз. Енді біз қазанымыздың қақпағын оттың астын жағып, қазанымыздың қақпағын осылай қоятын боламыз қыздыру үшін. Қазанымыздың қақпағы қызғанша нанымызды осылай төңкеріп алып, астына жақсылап суды жағып аламыз. Қызып тұрған қазанның қақпағына қамырымызды осылай орналастырамыз. Формасын келтіріп, вилкамен тағы да орталарын тесіп жібереміз. Формасы кетіп қалмас үшін. Сосын жұмыртқаның сарысын жағамыз. Қалауларыңызша бетіне кунжут мак сепсеңіздер болады. Мен кунжут сеуіп жатырмын. Қазанымыз қарайып кетпеу үшін астына бірінші осылай тұз сеуіп аламыз. Сосын барып астын қатты отта қосып аламыз, қыздырып. Қазанымыз жақсылап қызғаннан кейін қазанымыздың қақпағын бетін жауып 20 минутта орташа отқа қоямыз. 20 минут өткеннен кейін біздің тандыр нанымыз дайын болды. Пышақтың көмегімен осылай қақпақтан алып алыңыздар. Менде осындай тандыр наннан 2 шықты. Ыстық күйінде май жағып, шаймен ішсеңіздер өте керемет болады. Ортасының барлығы піскен, үлпілдек және дәмді болып шыққан. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.